саламатсыңдар ме балалар? Бүгін мен сендерді қайта көріп отырғаныма қуаныштымын. Сабағымызды бастаймыз. Музыка және театр тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта музыканың театр қойылымдарындағы рөлімен танысамыз. Театр қойылымдарына музыка жазған композиторлар туралы білеміз. Театр қойылымдарына жазылып, классикалық үлгіге айналған шығармалармен танысамыз. Оқушылар, оқулығымыздың 83-ші бетінде Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры көрсетілген. Бұл театр Алматыдағы ірі қазақ театрларының бірі. 1926 жылы Қызылорда қаласында Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебек пьесасымен театр шымылдығы ашылды. 1929 жылы театр труппасы Алматыға қоныс аударды. Драма театрындағы қойылымдарға арналған музыка өнердің басқа түрлерімен бірге сахналық көрініске белсенді түрде қатысады. Театр музыкасы өте маңызды драмалық фактор болып табылады. Оның семантикалық және қалыптастырушы маңызы өте зор. Театрдағы музыка қойылымның эмоционалдық атмосферасын қалыптастырады. Оның басты идеясына ерекше көңіл бөледі. Әрекет уақытын және орнын нақтылайды, және де кейіпкерлерді сипаттайды. Драма театрында музыка екі негізгі роль атқарады. Сахнадағы іс-әрекетті үйлестіреді немесе онымен қарама-қайшылықта болады. Музыка қойылымнан тыс немесе қойылым ішінде болады. Драмалық спектакль үшін композитор арнайы музыка жазады. Кейде спектакльге музыкалық үзінділер бұрыннан бар туындылардан таңдалып құрастырылады. Қазақ драма театры спектакльдеріне Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Мұқан Төлебаев, Еркеғали Рахмадиев, Сыдық Мұхамеджанов, тағы да атақты композиторлар музыка жазды. Әлемге әйгілі композиторлар Людвиг ван Бетховеннің Эгмонт трагедиясына, Феликс Мендельсонның Жазғы түнгі түс комедиясына, Арам Хачатурянның Маскарад драмасына жазған музыкасы классикалық үлгіге айналды. Арам Ильич Хачатурян 20 ғасырдың ең танымал композиторларының бірі. Гайне, Спартак балеттері, 3 симфония, 6 концерт, вокалдық, хор, аспаптық және бағдарламалық музыка шығармаларының музыкалық, кинофильмдер мен театрлық қойылымдардың авторы. Михаил Лермонтовтың Маскарад атты музыкалық драмасына жазылған Арам Хачатурянның вальс туындысын назарларыңа ұсынамын.
жақсы балалар, жақсы әсер алдыңдар деген ойдамын. Сабақты қорытындылай келе мына сұрақтарға жауап беріңдер. Драмалық спектакльде музыканың негізгі функцияларын атаңдар. Антракт сөзіне анықтама беріңдер. Спектакльге музыка жазған композиторлар мен авторларды атаңдар. Драмалық спектакльдерге музыка жазған қазақстандық композиторларды атаңдар. Қалай ойлайсыңдар? Театр өнері мен музыка өнерінің басты құралдары нелер? Бүгінгі өткен сабағымызға байланысты көңіл-күй смайликтер арқылы рефлексия жасап кері байланыс жіберіңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.